Құрметті халайық, өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар, иә? Мына сайлауды өткізуге, құрылтай депутаттарының сайлауын өткізу үшін бюджеттен 34,3 миллиард теңге қаражат бөлінген екен. Ойлаңыздаршы, сайлауға кімдердің қатысқалы жатқанын көріп жатқан шығарсыздар. Неше түрлі комментарийлер жазылып жатыр. Аттарын атамай-ақ қояйын, кімдердің сайлауға қатысқалы жатқанын. Ойлаңыздаршы, осы сайлауды өткізу үшін бюджеттен 34,3 миллиард теңге қаражат бөлініп жатыр. Бөлінген екен. Бюджеттен осындай қаражат бөлінген екен. Не дейміз? Ас болсын дейміз. Негізінде мына мемлекеттік, жергілікті басқару сияқты осындай үлкен тұтас ғылым үйренген кезде, ғалымдардың, мемлекетті басқарған қайраткерлердің кітаптарын оқыған кезде сонда айтылатын сөздер бар, неше түрлі. Соның бір ғана несін айтып өтейін. Меритократия дейтін ұғым бар. Қазір біз айтамыз, демократия, неше түрлі олигархия деген сияқты. Соның ішінде меритократия дейтін ұғым бар. Бұл әркім өзіне лайықты қызметті атқару, әркім өзіне лайықты орында қызмет етуі. Меритократия. Лайықты. Түсінесіздер ма? Ал қазіргі кезде сайлауға кімдер қатысып жатыр? Ал бұл сайлауға 34,3 миллиард теңге қаражат бөлінген екен. Негізінде құрылтай деген керемет. Атының өзгергеніне қатты қуандым. Бөркімізді аспанға атып қуанғандардың бірі мен болдым. Өйткені парламент дейтін ол француздың сөзі деп айттық, парле сөйлеу сөзінен шыққан. Ал құрылтай біздің жанымызға жақын сөз. Бірақ сол құрылтайға кімдер барады? Мемлекеттік деңгейдегі заң шығаратын, ең жоғары заң шығарушы орган ол. Ол ойнайтын нәрсе емес. Кім көрінген баратын жер емес ол. Әркім өзіне лайықты, өзіне қатысты жұмыспен айналысты екен.